İnşallah da yekev oldu tölüңдарың. Saylauды өткізіп сап бұл қазақтар. Қол бұлғап шақырғандай ма сенім алдым. Якындар жұмсақ болып кетпеңіздер. Тегін адам келмейді ғой Темірлан. Құдалардың бұйырдау тұздан дәмі назданып отқандары шығар бәлкім бұл жақтың айыпты боп қыздалғаны. Сәбит ұстаз жақсы жырлап кел жатқан еді, Сотыбай деген бірден звондады. Құдаларды тегін емес деп мақтадыңыз, шынымен құдаларды жақтадыңыз. Ұстаз сөйлеп жатқанда семсер тілді келмейді, бұл біздің де тоқтағымыз. Айтайын басқа бақыт орнасын деп, құдаларды құдайым қолдасын деп. Тегін емес деп, Сәбит ұстаз айтып қалды. Айтайын сол сөз жалған болмасын деп. Мен де жауап берем. Құдайым бөлмесінші топтарыңды, үшеуің лаулаттың ғой оттарыңды. От деген елдің ішін алу керек, көргім келмейді басылған шоқтарыңды. Ақын деген қиып түсер алмас қылыш, алатын шешімі бар сот бағыңды. Айдалайым Нұрланжан рахмет, алағаштың Сотыбаймен сөйлескенде көкпарымды. Құдаларды жыр айтпайды деп кім айтады, жақсылап қадап ұрсайшы тоқпағыңды. Қыз алғандар құдіретті тілегендей, қыз бергендер түнмен етті ірегендей. Дастарханның сірәсәні болады ма? Әңмен жүрмен дастарханға жыр егілмей. Осы әке құдаларды бастап отыр, бұрынғы Бөгенбайдың білегіндей. Құдағыдағилар нағима ішпейді екен, түнімен мешітке барып түнегендей.